1552 жыл. 150 мың әскер, 150 зеңбірекпен қаруланған орыстың мұздай қаруланған әскері Қазан қаласына келіп жетті. Орыс әскерлерінің саны Қазан халқынан 5 есе басым болатын. Алайда құлдық өмірден ақ өлімді артық санаған қасиетті Қазан халқы ақырына дейін күресуге бел байлады. Бұл бүкіл орыс халқының жаулап алу саясатындағы ең маңызды қадам болатын. Ал Қазан оған ең алғаш қарсы шыққандардың бірі болатын. Әңгімені мынадан бастайық. Түбі бір түркі халықтарының ішінде Ресейдің жаулап алуына қатты қарсылық көрсеткен Қазан хандығы еді. Қазан хандығының жері егістік пен шаруашылыққа жайлы, сауда жолдарының ортасында орналасқан, әрі қаншама жылдар бойы Қытай мен Орта Азиядан келетін керуендерді Мәскеуге өткізетін жол бойында орналасты. Ал одан әрі шығысқа қарай байтақ Сібір жері жатты. Мәскеудің билеушілері Қазанды алмайынша шығысқа қозғала алмайтындарын жақсы түсінді. Ал орыстардың әскерін бастаған Иван Грозный қалайда Қазан хандығын бағындырып, шығысқа жол ашпақ болды. Қазан хандығын орыстардың жаулап алуы туралы Нұрбек Бекбау ағамыз керемет тарихты жазған екен. Соның негізгі тарихи жерлерін сіздерге ұсынайық. Орыс жасағы 150 мың әскер, 150 зеңбірекпен 1552 жылы сәуірде Қазанды келіп қоршайды. Ал Қазан қамалында небәрі 30 мың әскер бар еді. Жау адам саны жөнінен 5 есе артық, ал қару-жарақ жөнінен 20-30 есе басым болды. Құлдық өмірден ақ өлімді артық санаған қасиетті Қазан халқы ақырына дейін күресуге бел байлайды. Тынымсыз ұрыс үстінде арада 2-3 күн өткенде Қазан қаласы темір қоршауға алынады. Біздің туыстас түрік халықтарының бұрын соңғы тарихындағы ең қанды, ең қайғылы шайқастардың бірі басталады. Қамалдағы әскердің ту ұстаушы көсемдері Құлшәріп молда, Ноғайлы Изенеш би, Түмендік Кебек батыр, Дербіш батыр, Сүйіншәлі батыр және Шора батырдың бірге туған інілері Шапқын, Аталық, Ислам, Әлікей батырлар болады. Ескерте кету керек, бұл кезде татар, башқұрт, ноғай, қазақ деген сияқты ұлттық жік әлі айқын емес еді. Сондықтан Қазанды қорғаған әскердің ішінде Еуразиядағы түрік руларының барлығының да өкілдері болды десек қателеспейміз. Аяусыз соғыс 40 күнге созылады. Қазандықтар оқтын-оқтын қамалдан шығып, орыс әскерлерін ойрандап кетіп отырады. Бірақ бір кісіге 5 кісі жабылған қанды шайқаста жаудың қатарын тоздырғанмен ойсыратып жеңе алмайды. Алғашқы аптада қамал іргесінде Ислам батыр мен Сүйіншәлі батыр шейіт болады. Қорғанысшылардың қатары күн озған сайын селдірей түседі. Осы кезде алыс жақын туыстардан қазанлықтар көмек сұрап елші жібереді. Қазанды қорғайық деген хат арқалаған шабарманның бірі Сарыарқадағы қазақ ханына кетті. Арқада қалың ел жатқан, мың сан қол жатқан. Тек жер шалғай, Қазанды орыстардың қамағаны туралы хабар жеткенше қаншама ай өтіп кетті. Тағы бір шабарман дәл іргеде 2 апталық аймақта қаймағы бұзылса да қауқары қайтпаған ұлы Ноғай ордасына келіп жетті. Жағдайды түсіндірді. Ноғайлының әміршісі ұлы би Жүсіп ары кетсе 10 күнде 200 мың әскер шығара алатын еді. Жүсіптің жау жүрек 30 ұлы бар еді. Әр қайсысы 2-3 мыңнан 5-10 мыңға дейін әскер ұстайтын. Қазанға қатер төнгені туралы хабарды естісімен ақ жиылып келіп әкесінен рұқсат сұрайды. Шұғыл аттанайық. Қазан құласа
бәріміз де құраймыз дейді. Бірақ Жүсіп дабыл қақпайды. Ұлдарының да атқа мінуіне қатаң тыйым салады. Бұл Жүсіптің өз заманында сұлулығымен аты шыққан, кейінгі тарихта ақыл парасатымен, өзгеше мінезімен аңызға айналған Сүйімбике деген қызы бар еді. Қазанда хан бәйбішесі болып тұрған. Осы Сүйімбикеден шапқыншы жетеді. Жау жақындап қалды. Алмай қоймайды. Аяушылық болмайды. Елім бар десе, балам бар десе, тезінен әскер аттандырсын деген. Жүсіп бұған да қайыспайды. Мүмкін ақылынан алжасты, мүмкін қазан құласа құласын, Ноғайлының жері кеңейді деп ойлайды. Ал Жүсіптің жауынгер ұлдары рұқсат сұрап, күн сайын дерлік аяғына бас ұрып, табалдырғын тоздырғанымен әмірші әкенің жарлығынан аттап кете алмайды. Сөйтіп, күш жетіп, мүмкіндік болып тұрған шақта дәл іргедегі қазанға қалың әскер шықпай қалады. Дәл сол жылдары қазақты Хақназар хан билеп тұрғанды. Бұл кісі қазақ тарихындағы ең әйгілі хандардың бірі. Осыншама ұлы тұлға неге қазанға көмек бермеді дейсіз бе? Көмек бермек болған. Бұлай ғой, туысқан жұрт қоршауда қалды деп, қазақ жігіттерін жиып, Сарысудан асқанда еді. Хақназардың сығанақтан шығып кеткенін, Түркістан, Сайрамдағы күллі әскерін Қазанға алып бара жатқанын ести сала, Бұқар әмірі самсаған қолмен қазақ ордасына басып кіреді. Бір айналдырғанды шыр айналдырады деген кеше ғана одақтас болған Моғолстан хандығы да шабуылға көшті. Жұртта қалған азғантай әскер екідай күресте сәтсіздікке ұшырап, қалалардан, аймақтардан айырыла бастайды. Хақназар амал жоқ, жорықты кілт тоқтатып, елге қайтуға мәжбүр болады. Бірақ жекелеген ерлерді тоқтатпай, Қазанға жұмсап жібереді. 1552 жылдың қазан айының алғашқы күндері орыс әскерлері от дәрі қойып, қамал қабырғасын бұзады. Бірақ бірден ала алмайды, кері қуылады. Тағы бұзады, тағы да ішке ене алмайды. 1552 жылғы қазан айының 15-інде Иван патша қамалы түгел қаусаған, әскері түгелге жуық қырылған Қазанға ең соңғы жойқын шабуыл бастауға бұйырады. 40 күн бойы қан кешіп қорғанған қамал құлайды. Орыс әскерлері тау-тау өліктен аттап, қамал ішіне басып кіреді. Бұл кезде Қазанда қару ұстауға жарарлық 6000-дай ғана ер азамат қалған екен деп жазады орыс шежірелері. Оның өзінің көбі жаралы, сонда да бас имейді. Қазан бүкіл Еуразияны, бауырлас түрік ұлыстарын ғана емес, осы құрлықты мекендеген барлық жұртты қорғап, тас қамал, биік асу еді. 1552 жылы Қазан құлаған соң, Ресей үшін Еуразияны мекендеген барлық халықты қырып жоюға, бодандықта ұстауға, біразын жер бетінен мүлде өшіріп жіберуге жол ашылды. Татарды қаратқасын топан судай қаптаған орыс армиясы 1598 жылы Сібір хандығын талқандады. Көп өтпей 1634 жылы жер бетінен Ноғай ордасын жоқ қылды. Мәскеуде талай өртеген Қырым хандығы 1774 жылы тарих аренасынан жойылды. 1864 жылы Алтын Орданың соңғы мұрагері Қазақ хандығының астанасы Түркістан отқа оранды.